Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін өте керемет, жұмсақ болып шығатын, бір жасағаннан жақсы болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Достар, жасалу жолы өте оңай. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Жарты ас қасық тұзымызды, 1 шай қасық қантымызды және де жарты шай қасық дрожжымызды, шамамен 50 мг суымызды құйып аламыз, жылы суымызды. Және де 2 ас қасықтай сұйық май құямыз. Міндетті түрде електен өткізілген ұн. Мен бұл жерде барлығын шамамен көзбен өлшеп жасап жатырмын. Сіздер егерде үлкен көптеу қылып жасайын десеңіздер, несінің қосатын құрамдарының бәрін көбейтсеңіздер болады. Мінекей достар, өте жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қатты жұмсақ қылып жүрмеңіздер. Шамамен орташа жұмсақтықта болуы қажет. Мінекей бетіне пленкамызды жауып, 1 сағатқа ашуға қойып қоямыз. Мінекей достар, менің қамырым ашыды. Енді кезекте мен үлкен бір суала шығардым. Барлығын сразу жайып шығамын. Қатты қалың да қылып жүрмеңіздер. Осылай оқтауымыздың көмегімен жайып алған қамырларымызды осындай бокалымыздың көмегімен домалақтап шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша 4 ұштап немесе ромбек тәрізді етіп кесіп алсаңыздар болады. Мінекей достар, енді 20 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Мінекей достар, енді кезекте көтерілген бауырсақтарымызды қатты қысып тұрған майға емес, орташа отта қыздырыңыздар. Бауырсақтарыңыз қатты күйкетпесін, жай піскені дұрыс, арасының бәрі жақсы болып піседі. Бауырсақтарымызды қуырып алатын боламыз. Жасалу жолы өте оңай және де тез дайын болатын бауырсағымыз. Көтерілуі де өте жақсы болады. Мінекей достар, менің бауырсағым дайын. Отбасыма қатты ұнады. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, рахмет. Бізге ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.